Зерттеудің мақсаты алманың адам ағзасына деген маңызын анықтау, алманың құрамындағы дәрумендерді анықтау және де тәжірибе жасап көру. Жеріміз жемістерге өте бай. Олардың барлығы пайдалы. Мен өз зерттеу жобамды алмаға арнағаным бекер емес. Менің інім бар. Оның аты Амирлан. Ол алма жегенді ұнатпайды. Өзіме келсек, алманы жақсы көрем. Күнде жеймін. Мектептегі алманы жақсы көрмейтін сыныптастарым бар екен. Анам алманы көп жеу керек. Оның пайдасы мол дейтін. Сонда мен алманың ішінде қандай дәрумендер бар, оның қандай пайдасы бар деген сұрақтар мені мазалады. Көмекке мұғалімім келді. Жоспар құрып алма туралы мәліметтер іздедім. Сонда менің зерттеу жұмысым басталды. Алма раушангүл тұқымдасына жататын өте кең тараған ағашының жемісі. Жер шарында табиғи алманың 36 түрі белгілі. Олардың 10-12-сінің шаруашылықта маңызы бар. Қазіргі Қазақстанда Нетверский алмасы өседі және де Северс, қырғыз алмасы өсіріледі. Алма ағашының өмір сүру ұзақтылығы 20-100 жыл, биіктігі 4-10 метр болады. 3-12 жылда жеміс береді. Алманың жаздық, күздік, қыстық сұрыптары болады. Жазда егілген алмалар 3-4 жылда жеміс бере бастайды. Алманы қабығымен жеген дұрыс, өйткені ол ас қорыту жүйесін жақсартады. Алманың дәнегін мейлінше көп жеуге болмайды, өйткені оның ішінде адам өлтіретін у болады. Алманың жасыл, қызыл, сары түрлері бар. Олардың өздеріне тән дәмдері бар. Алманың ішінде су, қант, қышқыл, қалдық заттар болады. Және де алмада А, В1, В2, В6 және де С, П, Е дәрумендері бар. Ежелгі заманда алманы емдік дәрі ретінде де қолданған. Және де алмамен кез келген дәмді салаттар жасауға болады. Үй жағдайында алма туралы зерттеу жұмысын жасауға болады. Мысалға, тәрелкеге алманы кесіп саламыз. Оны 30 минуттан кейін күтсек, ол қою қоңыр түске айналады. Америкалық бір ғалым алманы бір адам жесе, оның өмірі 10%-ға ұзартатынын анықтаған. Мен алманың қою қоңыр түске айналғанын түсінбедім. Жанат апайыма бардым. Жанат апайым мені химия пәнінің мұғаліміне алып келді. Мен химия пәнінің мұғаліміне барлық жайды бастан аяқ айтып бердім. Оның айтуы бойынша алманың ішінде темір болады. Ол ауамен байланысты, ол екеуі қоңыр түске айналады деді. Мен биылғы көктемде әкеммен бірге алма ағашын ектім. Сонда әкеме қарап алма ағашын қалай егуді үйрендім. Бірінші топырақты қазып, оның ішіне алманың көшетін отырғызамыз. Содан соң оған міндетті түрде тыңайтқыш тасталады. Тыңайтқыштың үстіне су құямыз. Сосын топырақты жабамыз. Сонда біздің алмамыз құлпырып әдемі болып өседі. Тағы да үй жайында алмадан түрлі зерттеу жұмыстарын жасауға болады. Мысалға тағы тәрелкеге алманы ұсақтаймыз. Сосын бір алма, бір жарты алмаға лимон шырынын тамызамыз, ал екіншісіне мүлдем еш нәрсе істемейміз. Сонда 30 минуттен кейін қарасақ, шырын тамызған алмамыз өз қалпында. Ал тамызбаған алмамыз қою қоңыр түске айналды. Өйткені шырын тамызған алмамыз ауа мен темірдің байланысынан қорғайды. Сосын ол қою қоңыр түске айналмайды. Мен осы жылдың көктемде де әкеммен бірге алма ағашын егемін деп, және де алманың басқа қырларын зерттеймін деп мақсат қойдым. Сол мақсатыма жеткім келеді. Алматы өзінің апорт алмасымен ерекшеленсе, біздің Бескеттік ауылымыз өзінің Семерянка 5 жұлдыз алмаларымен ерекшеленеді. Маған Жанат апайдың бір әңгімесі қызық болды. Жанат апайдың балалық шағында үлкен алма бағы болған. Сонда Жанат апай мектептен сыныптастарымен қайтқанда алма бағына барып алма терген деседі.